Саламатсыздар ма? Мен Жаңақорған агротехникалық колледжінің тарих пәнінің мұғалімі Кемелбекова Ақнұр. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақтардың ру тайпалық құрылымы қалыптасуының тарихи шарттары. Сабақтың оқу мақсаты қазақтардың этникалық құрылымын сипаттау үшін ру, тайпа, жүз, атажұрт, атамекен ұғымдарын пайдалану. Тарихи кезеңдерді талдау негізінде қазақтардың ру тайпалық ұйымдасу түрінің қалыптасу алғы шарттарын талдау. Туған жердің мәдениеті, салт дәстүрінің маңызына баға беруде мәдени генетикалық код ұғымын қолдану. Сабақтың мақсаты ру тайпалық құрылымның қалыптасуын түсіндіру. Бағалау критерийлері. Білу және түсіну. Ру, тайпа, жүз, атажұрт, атамекен ұғымдарын түсіндіреді. Анализ. Қазақтардың ру тайпалық ұйымдасу түрінің қалыптасуын талдайды. Бағалау. Ұлттық код ұғымына баға береді. Миға шабуыл. Ру, тайпа, жүз, атажұрт, атамекен ұғымдарын еске түсір. Қандай мағына береді? Бұл ұғымдардың өзара байланысы қандай? Қазақ халқының құрамына қандай тайпалар кіреді? Әртүрлі дәуірлерде Қазақстан аумағын мекендеген қандай тайпаларды білесің? Осы сұрақтарға жауап береміз. Топтық кезең. Топтық жұмыс. Тарихи кезеңдер негізінде көшпелі қоғамдағы рулардың қалыптасуына талдау. Бірінші топ сақтар, Тигра-Хауда, Хаома-Варга, Парадарая. Екінші топ ғұндар. Яғни бұнда 24 әкімшілік аймақ. Үшінші топ түріктер. 10 оқ будын. Төртінші топ оғыздар. 24 тайпа бұзықтар мен ұшықтар. Бесінші топ қыпшақтар. 92 баулы қыпшақ. Алтыншы топ наймандар. 8 оғыз тайпалық бірлестік. Осы топтық жұмыс бойынша топ жұмыс жасайды. Келесі кезекте жалпы сыныптық талқылау. Бүгінгі қазақ ұлтының қалыптасуында топтарыңызда талқылаған ру тайпалардың рөлі қандай? Оқу мақсаттары. Қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау. Қалай ойлайсыздар? Шоқан Уәлиханов қазақ жүздерінің құрылу себебі олар көшіп қонып жүрген жерлерінде өз құқықтарын қорғау үшін одақтар құрған. Ол одақ қазақ жүздері. Шоқан Уәлихановтың осындай тұжырымымен келісесіз бе? Автор неге осылай қорытынды шығарған? Мәтінмен жұмыс. Ұлттық код тіркесі нені білдіретінін сипаттаңыз. Демек, ұлттық кодты ашу тәсілдерінің бірі тарихи жадыны жаңғырту дегенде, автор осы пікірімен нені айтқысы келді деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақ тақырыбы аясында түсіндір. Қазіргі заман тарихын терең түсінудің алғы шарты осы заманға дейінгі халқымыздың өткен өмір жолын ой елегінен қайтара өткізу деген пікірге баға бер. Өз пікіріңді білдір. Қазақ руға жүзге бөлінбеген, қазақ руға жүзге біріккен. Назарларыңызға рахмет.